жолдасым қайтыс болды. 32 жаста, ешқашан ауырмаған, аяқ астынан жүрегі тоқтап, горилла дизи дегенді күнде ішетін. 40 минуттан кейін комаға кетіп қайтыс болды. Газдалған су ішетіндер бар ма? Пепси-кола, кока-кола, макси-чай, горилла ішетіндер. Бұлардың бәрінің құрамында аспартан деген қант бар. Химиядан жасалған қант. Бір тамшысы бір тонна суды тәтті қылып жібереді. Сондықтан газдалған сусындардың құны өте арзан. Сумен жаңағы газдалған нәрсе ғана, одан кейін краска қояды. Тұмау тиді, язва бірдеңке болған кезде жаңағы иммунитетін түсіріп жібереді да, газдалған сусын жаңағы рақты көбейтіп жібереді. Мен осы кока-кола, дизи, жана горилла жайлы өзімнің басымнан өткен оқиғаны айтқым келіп тұр, айтпасқа болмас. Осыдан 8 ай бұрын менің жолдасым қайтыс болды. Жап-жас, 32 жаста, ешқашан ауырмаған, ешқашан даже гриппен ауырып көрмеген, жатып көрмеген. Дені сау, екеуміз 10 жыл бірге отастық. Сонда бір ауырып көрмеген жігіт аяқ астынан жүрегі тоқтап, сонда соңында бұны біз тексертіп, бұл неден болу мүмкін, ауырмаған, ешқашан даже вообще жалғысы етпеген, ешқашан денсаулығына бұл қалай болу мүмкін деген бізге жұмбақ болды да. Сол кезде өте көп мөлшерде горилла дизи дегенді қолдан күнде ішетін. Таңертең кешке обязательно заправкаға тоқтап бензин заправлять еткенде міндетті түрде алатын. Қаншама осы туралы әңгіме болды, ұрысқа дейін барды, лақтырып жіберіп, одан да орнына су ішсең болады ғой дегенді айтылды. Бірақ уже адам зависимый болғаннан кейін тастай алмайды екен, тығылып ішіп жүрген күндерде болды. Соның салдары міне сондайға алып келді. Сондықтан барша қазақтың жастарына, жігіттеріне, қыздарына барлығын айтады, ішпеңіздер дегім келеді. Себебі осыдан болды. Ол дәлелденді. Жаңағы дизи горилланы ішкен кезде энергичный болған сияқты болып көрінесің ғой, шаршаған кезде. Сол энергия бөлінген кезде жаңағы жүрек қағысы, оны маған кардиолог түсіндірді, 200 соғады екен, тахикардия. Сол моментте жаңағы комаға түскен кезде 200 соқты жүрегі, давление 180. Сол таңертең сағат 10-да 10 мөлшерінде 2 қасындағы бірге істейтіндер айтып жатыр да. Солар айтады, 2 дизи ішкен 2 бутылка дейді. Содан кейін сағат 1-де сондай случай болып, 40 минуттан кейін комаға кетіп қайтыс болды.